Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін бізде 22-ші сабақ уақытты анықтайтын құрал тақырыбы. Бүгінгі сабақта сен уақытты анықтайтын құралмен танысасың. Біздің сабағымыздағы жаңа сөздеріміз уақытты анықтау, құралдар деген сөз. Балалар, мына суретке қарап ойланайықшы. Төмендегі құралдар не үшін керек? Оларды адамдар қай кезде ойлап тапты? Күн сағат, құм сағат, механикалық сағат, электронды сағат. Дұрыс айтасыңдар. Бұның барлығы уақытты өлшейтін құралдар. Адамдар уақытты өлшеу үшін бұларды ойлап тапқан екен. Білгенің жөн. Күн сағат, күн сәулесі арқылы уақытты анықтауға қолданатын аспап. Алғашқы күн сағат ежелгі Мысырда жасалған. Ол уақытты күннің қозғалысы бойынша анықтаған. Сол уақыттан бері сағаттың солдан оңға қарай айналу бағыты өзгерген жоқ. Енді келесіге қарайық. Бұл жерде баяғыда адамдар уақытты күн сағатына қарап білген екен айттық. Енді уақытты күн сағатына қарап білу өте қолайсыз болған екен. Өйткені ауа райы күн сайын жақсы бола бермейді. Бұлтты, жаңбырлы күндері уақытты біле алмайды. Осындай проблема болмау үшін адамдар құм сағатын ойлап тапқан екен. Құм сағаты 2 шыны сауыттан тұрады. Олардың тұтасқан тар мойыны болады. Құм жоғарғы сауыттан төменгі сауытқа сусып ағады. Содан кейін сағатты айналдыру керек. Айналдырғаннан кейін процесс басынан қайтадан басталады. Құм сағаты уақытты дәл көрсетеді, бірақ та оларды белгілі бір уақыттан кейін айналдыру керек екен. Сол себептен олардың қолданысы қазіргі уақытта төмендеген екен. Одан кейін балалар, адамдар дами келе, заман өзгере келе, электронды, механикалық сағаттарды ойланып таба бастаған. Олар негізінен қабырғаға ілінетін немесе столға қоятын, ал кейде қол сағаты түрінде де шығарылады. Ол өте шағын батареялардан қорек алады. Уақыт өлшеу циферблаттағы тілдің қозғалысы, яғни сағаттық, минуттық, секундтық бойынша жүргізіледі. Бұл сағаттарды сендер күнделікті өмірде көріп жүрсіңдер. Сонымен қатар балалар кейінгі жылдары смарт сағат шыға бастады. Смарт сағат ол тіпті қоңырау шалуға, хабарлама жіберуге мүмкіндік береді. Қазіргі телефонның да қызметін атқаратын смарт сағаттары да бар. Стақанға тамшылап тұрған суды бақыла, оның көмегімен уақытты анықтауға бола ма? Бір стақанның іші су тамшысымен қанша уақытта толады? Оны қандай құралмен өлшеуге болады? Қорытынды жаса. Балалар, сендер өздерің үйде зерттеу жасасаңдар болады. Ол үшін сендерге бос ыдыс қажет және құтының ішінде толған су қажет. Құтының қақпағын тесіп, қолымызға арнайы сағатты алып, уақытты белгілей отыра, сағат нешеде бастадық? Соны жазып қойып, құтыдан суды стаканға ағызамыз. Сол кезде қанша уақытта стаканымыздағы суымыз толады? Міне осы уақытты белгілеп отырып зерттеу жасауға болады екен. Сонымен қатар балалар, уақытты анықтайтын құралды, яғни сағатты қолдан да құрастырып жасауға болады. Міне өздерің сияқты балалар қолдан құрастырған сағаттардың суреті тұр. Есіңе сақта, боз ала таң, күн шапағының белгісі, таңның ағара бастауы, яғни таңның атып келе жатқан уақытын боз ала таң деп атайды екенбіз. Кешқұрым, күн батқан кез. Суретте бақылап отырғандай, кешкі уақытта күннің бата бастаған кезін оны кешқұрым деп атайды екенбіз. Келесі дәптермен жұмыс сағат атауларын жаз. Мына жерде сендерге 6 түрлі сағат берілген. Осы сағаттардың атауларын жазып шығыңдар. Біріншісі ол бізде механикалық сағат, екіншісі құм сағат, үшіншісі күн сағат, төртіншісі далада гүлдерден, шөптерден жасалғандықтан ол бізде гүл сағат деп жазсақ та болады. Және электронды сағат, сонымен қатар қол сағаты.
Балалар, сендердің дәптерлерінің екінші бетінде мынандай тапсырма беріліпті. Суреттерге мұқият қара, әр суретті тиісті уақыт шамасымен сәйкестендір. Таңертең орнымыздан тұрған кезде бізді оятатын не нәрсе, балалар? Әрине оятқыш сағат, бұл будильник, Ал балалардың жеңіске жетуін жүгіру уақытында не арқылы білеміз? Дұрыс айтасыңдар, таймер арқылы білеміз, яғни уақыт белгісін көрсетіп тұрады. Келесі 8 наурыз. Бүгін мысалға 8 наурыз мерекесі екендігін қайдан білеміз? Әрине оны біз күнтізбеден қарап отырып білеміз. Бұның барлығы уақытты анықтайтын құралдар болып табылады.